Скоро ко мне придет войска Церендандоба. И мы сравняем эту крепость с землей. Біз өліспей беріспейміз. Актер болуды досыңызға тілейсіз бе, дұшпаныңызға ма? Ақша жетпей жатыр, кредит деген проблема болмау керек. Тәуелсіздік қымбатқа түсіп жатқан жоқ па? Өте қымбатқа түседі. Тәуелсіздік ешқашан арзанға түскен емес. Бәрі мақтай ма? Жоқ. Ондай дәрежеде емес, біз енді көрген адам мақтай беретін. Арма құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы және бүгін бізде қонақта Еркебұлан Дайыров, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер. Қош келдіңіз, немесе қош келдік, иә? Қош келдіңіздер, сіздер. Өйткені Жүргенов академиясында сабақ беріп бастадыңыз. Оқытушылық қалай екен? Өзім оқып, өзім түлеп ұшқан өнер ордасына Азамат Сатыбалды ағамыз басшылыққа келгеннен кейін. Енді әр адам өзінің бір жоспарымен келеді, жаңалығымен келеді. Сол жаңалығын іске асқанын қалайды. Өздеріңіз естіп біліп отырғанда, енді биыл сол бір басқа форматта жаңарып жатқан жайы бар. Білім беру жүйесі жалпы, оның сапасы дегендей. Енді біздің берген біліміміз қаншалықты сапалы болудан оны уақыт көрсетеді. Бірден айтайын, бір күн көре алмай жүргеннен, бір ақша керек болғаннан келгенім емес. Сенеміз. Иә, бұл жерде ағамыздың, ұстазымның, ағаларымның айтқан ақылы, берген кеңесі және солардың нұсқауы десем болатын шығар. Енді сіздің жұмыс кестеңізден жарты сағат уақыт табу оңай болған жоқ. Қалай үлгеріп жүрсіз барлығына, театрда да, кинода да, енді міне оқыту саласында да? Бірінде үйретсең, бірінен барып үйренуің керек. Сондықтан қазір мен бір ұстаз болдым, қырып жатырмын, мен бәрін білем деп айтудан аулақпын, Құдай одан сақтасын. Міне балаларға үйретім, театрымнан барып қайтадан үйренім. Сақа әртістерден, өзім ағаларымнан, режиссерлардан. Әйтеуір алмасып жатқан алма кезек дүние. Қазір сізбен осы сабақ арасынан бір жарты сағатта сізбен сөйлесу уақыт енді бұйырған екен. Қолдан келгенше сізге енді тұшымды жауап беруге тырысамыз енді. Жаңа театр ашып жатырсыздар, тәуелсіз театр. Тәуелсіздік қымбатқа түсіп жатқан жоқ па? Өте қымбатқа түсіп. Тәуелсіздік ешқашан арзанға түскен емес. Тәуелсіздіктің нарқын қазақтар жақсы біледі. Қалай болғанда да тәуелсіз деген аттың өзі сені еркін екеніңді, ешкімге тәуелді емес екеніңді, өзіңнің ойыңды, шындығыңды айтуға болатын бір рұқсатнама сияқты да. Солай естіледі маған. Әуезов театрының ішінен бір үй ішінен үй тігіп, жаңағы ойбай деп ананың атынан сөйлеу, мынаның атынан сөйлеу, тапсырыспен қойылған спектакльдерде сахналау емес. Бұл біздің жан дүниеміз не қалайды, соны қою. Ал сіздердің жан дүниелеріңіз не қалайды десеңіздер, өнер адам ретінде, өнер адам жаған өнер адам болмау керек, өнер адамы қайраткерлікке келу керек секілді, менің ойымша. Өткен қазір заман соны талап етіп тұр, уақыт соны талап етіп тұр. Әнуар, қойшы бол беді, жетер. Сонда сен ақылдысың да, мына үйдегілердің бәрі ақымақ екен ғой. Су. Баса жер болмағанын үй бар екен, туған туысың бар екен, есіңе түсе қалды ма? Сен сол 15 жылдың ішінде мына қарт әке-шеңді бір сәт еске алдың ба? Енді бұл театр ашылады деген кезде көбі түсінбей қалды. Оның қатарында мен де бармын. Әуезов театрының құрамынан сонда шығып жатыр ма бұл актерлер деген сияқты. Сол себепті енді біз қайта біз Әуезов театрының кіші залын қазір алып жатырмыз ғой. Арендаға сол жерде спектакліміз қойып жатырмыз. Сол себепті кіргеннен бастап шыққанға дейін тек қана шам. Қазақстанда театр көп болса, қылмыс азаяды. Театр көп жерде, өнері кеңінен кеңістік алған жерлерде түрме болмайды, қылмыс болмайды деген ұғым бар да. Сол себепті енді қолымыздан келгенше бізде сол бір қазақы қоғамға, өзіміздің елге бір кішкентай да болса бір септігіміз тиісінші деген нәрсе бар. Оның астарында үлкен еңбек жатыр, оның астарында қаншама жүйке, қаншама қаржы. Бірақ бір нәрсені айтайын, басты нәрсе
егер қасыңыздағы адамдар сіз сияқты ойлайтын болса, олардың да ерік жігері сен жұмсағандай, сен ойлағандай ойлайтын мүддеңіз бір тараптан шығатын болса, бір жолдан шығатын болса, айғай да болмайды, түсініспеушілік те болмайды, бәрі ойдағыдай болады. Қорықпау керек. Қарагөздің премьерасы өтті. Ол дәл сол атауымен қойылып тұрған бірінші спектакль емес па сіздерде? Бұл жолы қандай өзгешелік, жаңашылық болды? Ең басты нәрсе осы. Қарагөзге ешқандай өзгешелік пен жаңашылық енгізіп керек емес. Өлер уақытта тұрған кезде бізге классикамен қалжыңдасып керек емес. Оған бір эксперимент жасайсыздар ма? Құбау, европалық, әлемдік деңгейдегі классикаларға жасаңыздар. Оған сияды. Бәрібір айналып келгенде Ромео и Джульеттаның үстіндегі киімінің, қолындағы шпагасын қандай болғанын білеміз біз. Қылышының қандай болғанын. Ал қазақтың қандай болғанын кім біледі? Егер әлемге танытқың келсе. Онда олар да білгенін істесін онда. Қарагөзді жалаңаш қылып жүгіртсін онда сахнада. Осындай дүниелерден біз қашуымыз керек. Байқауымыз керек, абайлауымыз керек. Әдетте жарылыстан кейін не болушы еді? Не болушы еді жарылыстан кейін әдетте? Өлім, хаос, қираған тағдырлар. Осы ма білгім келіп отырғаны Әнуар? Әдетте дейді. Баяғы кездегі көрерменнің уақыты қандай болған білмеймін. Қазіргі көрерменнің уақыты өте аз. Ұзақ ұстай алмайсың. Иә, ұзақ ұстай алмайсың. Сол себепті құлаш монологтар жоқ бұл жерде. Бар. Бірақ жаңағы дәл жазылғандағыдай емес, ол әрдайым солай болған. Қысқартылады. Ақшамдайсың. Келесі сахнаға дейін темп ритм түсіп кетпеу керек оның. Қызуы басылып қалмау керек деген сияқты осындай өзінің жаңағы бүйтіп қарап отыратын кардиограммасы болады бұнда. Иә. Соңғы үкім деген толық метрлі фильм түсіріліп жатыр дедіңіз, сонда Міржақып Дулатов атамыз сондайсыз. Шындығын айту керек қой, соңғы кездері биографиялық фильмдердің көбі сәтсіз шығып қалып жатыр. Бұл фильмге дайындық қалай болды? Жауапкершілікті қаншалықты сезініп жатыр шығармашылық топ? Бұл киноның басында, жалпы сценарийдің басында Ғалым Доскен ағамыз отыр. Сол кісінің жіті қадағалауымен, өзінің жазуымен. Сценарийдің мына тұсында қапы бар деу былай тұрсын. Бұл жерде әріптің айтылуына дейін қадағаланып жатыр. Сондықтан бұл жалпылама халыққа көрсетілімге шығып ақша жинау үшін түсіріліп жатқан киномыз. Бұл ұлттық мұрағатқа кететін дүние. Қазір айтпесе білмеймін енді. Жарайды көрсінші. Айтыңызшы, актер ретінде. Елді біріктіру үшін жарайды, ел бірікті. Қазір ел бірікті. Ел бірінің бірін қадірі түсіне бастады. Ел өмірдің, адамдар қазір бір-бірінің қадірін түсіне бастады. Бірақ ол үшін міндетті түрде көтеріліс, міндетті түрде пандемия болу керек емес. Егер сол Ахмет аталарымыз, егер сол Алаш ордашылар аман болғанда, біз бұлай қиналмас едік. Қазір біз басқа саяси сахнада жүретін едік, экономикалық жағдайымызда басқаша болар еді. Енді оның бәрі өткен нәрсе. Жарайды, болмады делік. Енді соны болдыруға тырысқан кісілерді, солардың жасаған жоспарына қарай отырып, олардың қаншалықты мықты, кәдімгі қазақ даласынан шыққан жігіттер, қазақ үйде туып өскен кісілер. Осыншама условия бар бізде, барлық жақсылық, барлық енді керемет дүниенің бәрі бар, қожамыздан игерек бәрі бар, бірақ бізде ізденіспен елге, ұлтқа деген махаббат сәл-сәл саябырлап кетті десек болады. Сонда міндетті түрде біз бір-біріміздің құнымызды білу үшін соғысу керек па? Болмаса бір жақтан бір нәубет келу керек па? Менің ойымша жоқ, керек емес. Ұлтты былай тәрбиелеу болады. Сол себептен алынып жатқан дүниелер бұлар жалғасын табу керек, және олардың сапасы да, оларды қаржыландыру да, әрбір қызмет істеп жатқан адам сол жобалардың төңірегінде авторлық кинолардың, мынау біздің ұлт зиялылары туралы кинолардың басы-қасында жүрген кісілер қадір қасиетін толық түсінсеген. Қаржының емес,
сол қарияларымыздың қадірін түсінсе екен деген ниет. Ойраттардың бетін қайтарды әйтеуір. Бірақ мен білетін ойрат болса, қайтып айналып келіп соқпай қоймайды. Төтеп бердік ау. Бірақ қараш, қаншама сарбазымыздан айырылдық. Қолдың алдыңғы маңдайы түгелдей опат болды. Актер болуды досыңызға тілейсіз бе, дұшпаныңызға ма? Актер болуды болғысы келген адам бәріне тілеймін. Мен айтар едім, біздің мамандық жанкештілік талап етеді. Оған сол жанкешті адамдар келеді өзі. Бұл мамандық ешқашан бос қалмайды. Әйтпесе, бәленбай ғасыр бұрын шыққан жерінде қалар еді керек болмаса. Ал театр, актерлық мамандық ол қазақтың қанында бар. Сондықтан ол өмір сүреді. Және оның өзінің жанкештілері табылады. Ал біз қолдан келгенше қазіргі таңда сол жанкештілердің жаны физикалық тұрғыдан қиналса да, моральдық тұрғыдан қиналмауына қолдан келгенше біз көмектесуіміз керек. Оларда үй, ақша жетпей жатыр, кредит деген проблема болмау керек. Өйткені менің түсінігімде актердің осы да проблема шешеді. Театрға кіргеннен бастап проблема, кинода да проблема. Қалай ол? Басқа біреулермен емес, ол өзінің ойында жүреді дүниесі. Ол содан одан сапалы образ туады, сапалы кейіпкер туады. Қазіргі біздің замандастар мықты деп тұрғанымыз сол, қалай десек болады, орысша айтқанда выживать етіп жүр ғой бәрі. Сонымен қоса өнер жасап жүр. Кинодан қандай дүниені театрға алып келмеу керек, театрдағы нені киноға алып бармау керек? Білмеймін енді, мен екеуі де ізденісті талап етеді. Театрдан алып баруға, киноға алып баруға болмайтын ештеңе жоқ, менің түсінігімде. Сенің театр ол күнделікті актер үшін спортзал, күнделікті жаттығу жасайтын жері, күнделікті формада болатын жері. Кино әр рет киноға түскенде келіп сол өзің жасағаның, өскеніңді, не болмаса өшкеніңді көрсететін жер кино. Ты зачем пришел? За золотом? Я пришел, чтобы убить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал, за что умрешь. Ең соңғы естіген, ең әділ сын сіз естіген. Әділ сын? Бәрі мақтай ма? Жоқ. Ондай дәрежеде емес біз енді. Көрген адам мақтай беретін. Есіме түсіре алмай отқаным. Ең соңғы бір жақсы бір естіген әділ сыным ол Әшірбек Сығай марқұм. Әшірбек ағамыз тірі кезде. Алғаш сүбелі рөлдер ойнап бастаған кезім. Осындай үлкен рөлдерді ойнап бастадың ба, жаңағы таптауыр бір жақты болып кетті, сыңар езі болудан қаш. Көп жұмысты, кітап оқ, көбірек оқ. Бүкіл Жантуриннан бастап Қасым Жакбаевқа дейін бәрінің жолдасы кітап. Сол себепті кітап оқы, жұмыс жаса, андай, не дейді? Штампованный болып қалма дейді. Штампқа кетпе дейді. Сол маған бір үлкен сындардың бір шетінен сын емес, батат сияқты болды маған. Одан бері неше кітап оқыдыңыз? Есептеген жоқ енді. Көп қой, иә? Көп те демеймін, аз да демеймін. Екеуінің ортасы. Кімдердің кітабын оқисыз? Мен көбіне қазақ классиктарды өзімізді оқимын. Мұхтар Мағауин, Ілияс Есенберлин, Сәкен Жүнісов, Оралхан Бөкей, қазіргі таңда олар бектер біздің Нұрғалымұлы. Соның мысалы Даяғашының өзі біраз нәрсе. Енді қазір сәл әрірекке кетіп жатырмыз. Енді ол өзім үшін керек дүние. Бұлай шетел классиктарын оқып, солармен ауырып. Серік Абашақ ағамыздың баяғыда бір студент кезімде бір сөйлесіп қалғанда айтқаны көреді.
ең бірінші өзіңнің классиктарыңды танып біліп оқып бітірмей жатып шетелге секіру бекершілік. Жақсы. Көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы келесі кездескенше.